Достарлы ақиқаттың сериалды шығарылымына айналып өздеріңіздің сүйікті тақырыптарыңызға түрленген таныссыз танылғандардың жалғасы бүгін эфирде. Біз 5-ші бөлімді бастаймыз. Армысыздар. Әлеуметтік желіде 1,5 жас шамасындағы бүлдіршіннің видеосы қалықтап жүр. Әсіресе 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін қою керек болса, адамдар бір-біріне дәл осы видеоны жібереді екен. Экранға назар аударайық. Әлібек қайда, Әлібек? Әлібек кетті. Кетті, қайда, сабаққа? Сабаққа кетті. Сабаққа кетті. Бөпе қайда, Бөпе? Бөпе ішіне кетті. Ұйықтап жатыр ма? Бөпе? Да? Иә, деп отыр Бөпе. Айғаным Айбек пе? Анажан жүрді. Айғаным Айы ма? Айышын жүрді. Айғаным Алтын ба? Ата менің масын жүрді. Иә. Ата ішіне басын үйіне кетті. Оқы. Sen oku şükür. Апа, Ау. kumasi. Ay kızım. Апа, Ау. kumasi. Апа, Ау. kumasi. Қымбат сарапшылар, әңгімемізді өздеріңізден бастасақ, Нұрлан аға бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер, еліміздің құрметті құрылысшысы. Аға, осы видеоны көргенсіз бе? Көріп, басқа біреуге жібергенсіз бе? Ой, бала тілі бал демекші. Негізі енді қазіргі заманда бәрі осы ғаламторда жүр ғой. Соны қызық көреді, енді кейбірлері көңіліңе шығады, бірақ кейбірлері артықтау кететін сияқты болады. Нұрлан аға, айталық, сіздің немереңіз сізге ата Құмаши десе, қандай әсерде боласыз өзіңіз айтыңызшы? Онда мен әке-шешесімен сөйлесем, неге десеңіз, тәрбие солардан келіп жатыр ғой. Ал біздің осы видеоны түсірген апамыз қандай әсерде болған екен? Бүгін өзінен сұрап білейік. Біздің студиямызға немересінің қылығы үшін қуғынбай болуға тура келген апамыз Күлшат Баймұханова келіп отыр. Қарсы алайық. Күлшат апа, сәлеметсіз бе? Төрлетіңіз. Осы бір әлеуметтік желіде хит болған видеоны сонда түсіріп алған өзіңіз ғой? Жоқ, мен емес, біз негізі Қарағандыданбыз. Алматыға 1-2 рет келеміз, жылына демалып. Осында менің қайынсінім тұрады. Сонда енді Алматыны қыдырып, сосын үйге келіп демалып жатқан кезіміз ғой. Мен демалып жатқан кітап оқып. Сосын жаңағы Айғаным о кезде 1,5 жаста ғой. Келіп еңбекте бәр нәрсені айтып, ертегі айттым, ананы айттым, ананы сұрадым. Енді тілі жоқ қой әлі. Бұлдырықтап бірдемені айтқан болды. Содан кейін енді кітап оқиын десем оқытпайды. Сосын енді жаңағы кел енді оқиық деп, жаңағын өзім тілімен сөйлегенім ғой өзімше. Оны түсірген менің Айбиби деген балам бірге келген. Енді сол видеоны қарап отырсақ, бір жағынан күлесің, міне Нұрлан ағамыз айтпақшы, бір жағынан жылайсың. Сіз қандай әсерде болдыңыз? Мен енді 1,5 жастағы баладан осындай сөз естимін деп ойладыңыз? Жоқ, әрине. Ол баланы енді ойтып сөйлейтіндей, ол сөйлемейтін негізі. Бірақ үйде бір студент бала бартын, Әлібек деген. Содан үйренді. Сол бала өзінің сөзінің мәтел екен. Бірдеме десе, Құмаши деп айтады екен. Содан үйренгені ғой. Енді дәп сол жерде жаңағы сөзді қалай қолданды ол бала. Енді соған таңырқаймын да. Дәл келгендей болды ғой. Апа, не айтып отырсың дегендей маған. Бала кішкентай кезінде әсіресе тілге үйір болады. Әсіресе енді біздің бағдарламамызда ата-аналар көріп отыр, боғауыз сөздер десең бірден жаттап алады. Осындай жағдайда үлкендер не істеу керек? Жастар жаңағы айтып атқандай ол кісі ниет жоқ қой кісінің енді. Шынымен де қандай мағынада екенін де білмейді. Әрине. Бірақ енді не басқа нәрсе айтып атсың, не алдап атсың деген сөз екенін біледі та мағынасын. Құмаш дегеннің әйтеуір. Бірақ ондай енді ыңғайсыз естілетін білмейді. Ол шыны керек, мен өзімде әкем, 1,5 жаста қызым бар.
бірақ осы уақытқа дейін әлі бір тіл папа, мама деп қана сөйлеу ғана бастайды да. Негізі тіл балаға берілген кезде, мысалы бір тілді үйренетін болсақ, кішкентай кезден бастап балалар грамматика немесе жаңағыдай жазу, есту деп үйренбейді. Балалар ол туа біткен қасиетімен өзің жаңағыдай есту арқылы сөйлеп үйренеді да. Жаңағы видеода қарайтын болсақ, 1,5 жастағы қыз үшін өте бір сөйлеу жағынан, даму жағынан өте бір жақсы бір прогресске келген. Күлшат апа, сіз не істедіңіз осы жағдайдан кейін? Содан кейін Айғанымның бұл үйреншікті әдетіне айналып кетті. Түсірудің болып жатқанын да мен білмедім. Балам өзі Айбибі деген бойжеткен қыз ғой. Ол артымда отырып, өз соткасын шұқылап отырған, оны түсіріп отырған да біз білмеппіз. Оны кейінде ғана уже елдер звондағанда осындай шығып жатыр деген кезде барып, ол менмін ғой деймін, ешкім нанбайды енді. Баламен балаша сөйлескен кезде, бала ол біздің фальшты көретті. Яғни үлкендердің шын мәнде олай сөйлемейтін ол қыз біледі. Мына кісі айтып өткендей 1,5 жаста негізі өте жақсы сөйлеп отыр және өзінің ойын жеткізе алатын бала болғандықтан, ондай баламен, дарынды баламен үлкендерше сөйлесу өте маңызды. Сондықтан да бұл жерде үлкендерден үлкен қателік кетіп жатыр. Және бір ғана техника бар, егер бала осындай жаман сөздерді көп айтатын болса, қолына резинке кигізіп қойып, айтқан кезде тартып жіберу керек. Яғни баланы ұрмау керек. Ол енді ондай бір қатты резинке емес, дегенмен ол оған сигнал болады, бұл жаман сөз екен. Ол өзіміз тілдің иммунитеті ғой. Мен қуанып отырмын, қолдай осындай қызды керісінше. Құмаш ол дейтін, біріншіден қазақша сөйлеп тұр. Үйдегі бір ана тілдің мәртебесін көтеріп тұр біріншіден. Екіншіден, ол кішкентай бала сөйлей берсін. Кішкентай бала ең басы өз тілінде сөйлесе болды. Ертең 4-5-6 жасқа келгеннен кейін ақты, қараны түсініп қалыптасады. Енді бізде бір тәрбие бар еді ғой, Нұрлан аға есіңізде ме? Кішкентай кезімізде тілдің баланың тілі тез шығу үшін кейде осындай бір бейпіл сөздерді әдейі үйретіп жатады. Бұл да бір баланың дамуына берген және өзіне деген ынта жігерді байқататын бір септік деймін. Қазақша сөйлеген үшін осы қызды қолдаймын және тарата беремін. Ендеше студиямызға сол миллион қаралым жинаған тілі балдай тәтті Айғаным және оның анасын студиямызға шақырайық. Мінекей, Айғаным бүгін біздің студиямызға келіп отыр, анасымен бірге. Сәлеметсіздер ме? Сәлем, ең алдымен өзіңмен жақынырақ танысайық, е? Атың кім? Айғаным. Айғаным, жасың қаншада? 3-те. Сенімен бірге бүгін студиямызға кім келді? Кім қасында отыр? Кім бұл? Анашым. Анашыңның аты кім? Назым. Ендеше Айғанмен жақынырақ танысайық, біздің түсірген видеомызда оның атақты даңқты болуына өз септігін тигізетін болар. Экранға назар аударсақ. Бұл осыдан 3 жыл бұрын әлеу желіде тараған танымал бейнероликтегі қыз Айғаным. Ол қазір 4-те. Жұлдыз болуына себепкер болған видеоны көргенді ұнатады. Кейде сол сөзін қызық көріп қайталайды. Апа құмаши. Неге ұнайма саған сол сөзді айту? Қызық па ол сөз? Қызық күлкілі айтқасын есе. Бүгінде кішкентай Айғанымның інісі мен сіңлісі бар. Анасының айтуынша тұңғышы артынан ерген бауырларына қамқор. Өз бетімен бауырларына, сіңлісіне қарайды, көмекші көп көрім. Өзі жасы 4-те болса да, бір адамдай түсінет барлығын ұғып, өзінің үлкен екенін сезінет қазірден бастап. Қылықты қыз бала бақшаға барады, ән айтады, би билегенді ұнатады. Көптің көзайымына айналған бүлдіршін қатарластарының алды дейді анасы. Қазір өз жасынан үлкен топта жүр. Өйткені сол топпен бірдей тақпағын айтады, әнін жаттайды. Сол балалар сияқты ойлау қабілеті ерте дамып, зеректігі басым. Бастапқыда немересі үшін уайымдаған Гүлнар әжей бейнероликті әлеуметтік желіден өшіруді талап етіпті. Бірақ кейін райынан қайтқан. Басында кеткеннен кейін ойламадық, одан кейін артынан келінге айттым, ондай жібермей қош, тіл көз болып қалмасын, кішкентай өзі. Болашақта бұл біріншіден денсаулығы мықты болсын, аман болсын. Енді Құдай біледі өзін таңдағанын. Қазір бізге не айтқанымен үлкейгенде бала өзі таңдайды ғой. Маған қызық болып тұрғаны, бұл видео қалай таралып кетті? 1 жасынан асқанда бала өзі тілі ерте шықты ғой.
шыққанда да көп сөз айтпаса да былдырлап бірдеме айта беретін, тілі келсін келмесін әйтеуір сөйлей беретін. Содан жаңағы үйдегі інім маған айтқан сөздерін ең басында әкесі бір жөтеліп қалса соны қайталап отырды, аузымыздан шыққан сөзімізді өзімізге қайталап отырды. Содан бір күні ініме айттым, әне сенікін қайталайды, сен басқаша сөйле, дұрыс айтпай отырсың. Ертең мынау айтып жүрсе сосын болады екеумізге деп. Айтпа, дұрыс сөз сөйлеші деп жүрдік. Одан кейін бұл сөзді біз негізі айтқызбай жүргенбіз. Өзіміз басында қызық көрдік енді, ән айтшы деп. Одан кейін болды айтпай енді, ертең балабақшаға барасың, апайларың айтасың, апайларың не дейді деп айтқызбай жүрдік. Содан бір күні бұл туысқандарымыз үйге келді ғой бізге. Сол кезде қызымен осы апамыз келіп, өздері қызық көрмей ме? Уже оның қызығы бізге біткен. Содан ол кісілер өздері соткасына түсіріп отырады видеоға. Сөйтіп жаңағы әлеуметтік желіге таратады, сөйтіп шығып кеткен екен. Танымал болған қалай? Танымал болғаны кезек-кезек керісінше бізге келді ол видео. Мынау сенің қызың ғой, мынау сендердің қызың емес па деп. Содан мен таңғалдым. Бұл видеоны мен негізі ешкімге жібермеген. Менде жоқ қой бұл видео, өзімде ғана, басқа ешкімде жоқ. Бұл сіздерде қайдан жүр деп мен сұраймын ғой. Сөйтсем бүкіл желіде тарап кеткен екен ғой ол видео. Сөйтіп солай танымал болды. Кім таратқан білмейсіздер ғой? Жаңағы сіңлім таратып отыр ғой, осы апаның қызы. Өзінің желісіне салған. Негізі бар ғой. Одан ары қалай тараған білмейміз. Бір жағдай есіме түсіп отыр. Менде осындай кішкентай сіңілім кішкентай кезінде қызық көріп, қылықтарын видеоға түсіріп, сөйтіп отырғанбыз. Бір күні қарасақ, Инстаграмда шығып тұр, сонымен мамам маған звондап, сен қыз не білдіріп жүрсің, өшірт ананы деп. Сонымен бір дос балама хабарласып, мынаны өшірт берші, маған админге айтшы деп, соны өшіргенбіз. Енді қазір ол қызық болып тұр, ол кезде бізге кішкене ұят көрінді ол. Енді ойлаймын, бала тілі бал ғой, ол бір ұяттау емес деп ойлаймын. Ол тек тәттілігі, оның қылықтылығы, ол қазір ондай сөз айтпайды, мүлдем боғауыз. Өйткені біз үйде үйретеміз, ондай айтпа, сіз деп сөйле, үлкендерге солай деп. Ол мүлдем айтпайды ол сөзді. Керісінше біз одан сұрап аламыз, айтып көрші ал деп. Бақытты келмеседі, өмір сыйлағаным. Өмір өкілдей, жадыра күлдей жананышым. О сәлді сізге, әне бізге, келінішізге жананышым. Келінішізге жананышым. Келіңіз жүзге жан анашым деп айтып жатыр. Рахмет саған жаным. Көңілді кештердің сәні мен әні болған келесі кейіпкерлерімізбен шағын жарнамадан кейін танысатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Артықтау кететін сияқты болады. Быстрый кадр ма, или ол драйв қозғалыс бар? Дин апаларында доля қаласынар жарайды. Негізі қарсы бұндай нәрсеге бізге. Оларды көшеде көрген жұрт, анау емес пе, Инстаграмдағы хит болып жүрген ше деген секілді теңеулермен таныстырады. Ал біз ол жандарды таныссыз танылғандар дейміз. Студиямыздың келесі кейіпкерлері Серік Баймаханов пен Қуат Есімбек. Қарсы алыңыздар. Атой салып бірден әннен шықты. Көздеріңнің қарасы, қосылар астарыңның арасы. Жан қарасам жан атқан жүзі,
Жігіттер, мінеке көрдіңіздер ме? Сіздердің әндеріңізге тұңғыш рет Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Абдуллин мен Дина Төлепбергеннің өзі де билеп жіберді. Клип дайын, енді жігіттер құттықтаймын, қош келіпсіздер. Бұл жігіттер өте атақты, миллиондаған фолловерлер бар қазіргі таңда. Бір-біріне осы жігіттердің өнері түсірілген видеоны жіберіп жатқан. Ендеше сол бір аңызға айналған видеоны бірге тамашаласақ. Сарапшыларымыздың барлығы менің ойымша таныған болар. Жігіттер, өздеріңізді енді жақынырақ таныстырып өтсеңіздер, өйткені біздің білетініміз тек қана драйвпен, кайфпен домбыраны шертетін жігіттер деп білеміз. Бұл жігіт Мұхтар Әуезов атындағы. Мұхтар Әуезов атындағы тех дейді ғой, сол жерде оқиды. Мен қазіргі таңда Шымкент қалалық саз колледжін бітіргем, баян аспабымда. Қазіргі таңда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында. Бірінші курс. Жігіттер, осындай хайп боламыз деп ойладыңдар ма? Жоқ, олай. Қалай, қай жерде, кім түсірді наны? Дәл осы видеоның сыртымыздан өзіміздің дос қызымыз болады ғой енді. Сабина деген қыз. Сыртымыздан түсіріп алған. Енді соңыз алу керек енді. Рахаттанып өлең айтқанымыз. Үйрену керек ол қызға, рахмет ретінде. Осылай өлең айтып жатқанымызды бәріміздің түрімізді жақындатып түсіреді. Бәріміз әртүрлі қылық істейміз. Мен ауызбен бір-бірлерді істеп тұрам да, сондай. Сөйтіп, осы Серікті соны жақындатқан осылай болып кетті. Ана Серіктен сұрағым келіп отыр да, бана видеода. Ана быстрый кадр ма, или ол драйв қозғалыс ба? Арқасы бар от тұр ол кісі. Арқасы тұр ма? Ана быстрый кадрды ойлап қалдым да мен просто. Монтаждалған ба деп па? Мүмкін емес шығар деп ше, монтаж ба. Жұлқынып тұрып сонда, е? Не деген драйв? Домбыра қалай ұшып кетпей жатыр деймін да, қолдан естіп алып ше. Оның жүргісі бар ғой, тойға шығасыздар ғой, иә? Тойда. Қанша шығасыздар? Бұл бейнеден кейін баға өзі шығар. Иә, айтқандай өте маңызды сұрақ. Осы видеодан кейін енді Шымкентте шын мәнінде сіздер ең атақты жігіттерге айналдыңдар. Екеуміз тойдан тойға шақыру қазір көп болып жатқан шығар. Болып жатыр. Соған қарай мінекей Мейрамбек тариф өсті ме? Құдалықтың жақында құдалығым бар еді, құдалығы бар еді. Бұдан кейін бұлардың ставкасы одан да жоғарылайтын шығар еді осы бағдарламадан кейін. Жоғарласын несі айтып, е? Киноапаларында доля қаласындар, жарай ма? Негізі біздің арамызда тағы гитарист жігіт бар тұғын. Сол ударный нені беріп тұрған сол еді. Ол бір себептерден келе алмай қалды. Сонда шын айтқан кезде сіздер топсыздар ма? Трио ғой, е? Текті елдің ұлдары. Текті елдің ұлдары. Кәдімгідей тіркес құру олсыздар. Тамаша. 5 жігіт, 3 домбыра, 1 баян, 1 гитара. Біркендеріңізге көп уақыт болған жоқ шығар? Бізге 3 жыл болды. 5 жыл? 3 жыл. Шымкент, сол Шымкент қаласында. Енді мақсаттарың қалай? Алдағы уақытта елімізді ғана емес, әлемді бағындыру шығар? Құдай қаласа. Дина ханым сұрайын дедім, енді бұл жігіт қазақ өнерінің қара шаңырағында оқиды екен. Ұстаздарыңыз не дейді бұл өнерге байланысты? Енді ол жерде таза кәсіби мамандар ғой. Сосын қазіргі таңда бұл баян аспабында емес, арт менеджмент, организатор және ұйымдастыру бағыты бойынша оқиын. Бізге ондай олар көрген бе осы бейнені, әсіресе осы музыка саласының мамандары не дейді? Негізі қарсы бұлдай нәрсеге бізге. Той саласына бізге қарсылы. Не себепті қарсы болып тұр? Қандай аргументтер сіздерге айтып жатыр? Олайша айтқанда, сабағыңды қойып кетесің деген сияқты қып, дауысқа қойылған постановка дейді, солың айнайды дейді, сол жағы да. Сонда немесе осылай жұлқынып айтуға болмайды дегенде сында бар шығар, е? Енді мәдениет деген бар ғой. Халтора дейді. Бәрін айтты, бірін айт, Нұрлан Абдуллин мырза не ойлайды екен? Өте қызық болып тұр менің ойымша, осы сөздерден кейін сіздердің ұстаздарыңыздың пікірі мүлдем өзгеруі мүмкін. Жоқ, негізі енді әрине ол ондай жаңағы жерде оққан соң, консерватория болған соң, өзінің жаңағы нелер болады ғой? Классикалық, бір талаптар. Талаптары, оны ұстану керек. Әртестерімді түсінемін дейсіз ғой. Бұлар жас жігіттер, бұл қазір ізденіс үстінде. Бұлар қазір жаңағы шыққысы келеді, көрінгісі келеді. Сіз өзіңіз қандай кеңес беретін едіңіз? Мен ба? Өсу үшін. Мен негізі таразыны екі әдемілеп ұстап жүру керек та. Сабақта
үздік оқушы болсаң, саған ешқашан ұстаз ештеңке демейді. Жұлқынып ән айту стиліңе шын айтқан кезде әлеуметтік желіде де сын көп. Бұл табиғи құбылыс па, әлде жасанды ма? Табиғи. Шымкентте жұлқынбаса танылмайтын сияқты. Тек деген ұрып тұр ғой ар жақтан. Сонда домбыраны алған кезіңде қандай бір әсерге бөленесің? Бір сипаттап берші, сені жақынырақ түсінейік. Нағашылары өнерпаз болған сияқты мен ойымша. Қалай? Сұраса келсек, ар жағына шығады ғой, бір ақын ба, бір Негізі руыңыз қандай сіздің? Қоңырат. Олы жүз? Қоңырат. Болды ғой енді, ар жағын айта береді. Ағайындардың барлығы осы өнер саласында. Біреу театр маманында, біреу әнші. Және 5 жастан бастап ән айтқанмын деп. Қан жібермейді деген осы ғой негізі. Ендеше? Осылай бізде жаңағы өзім әкем домбыраны үйреткен 8 жасында. Басқаша айта алмаймын дейсің ғой, иә? Ол арқа, ол бір стиль. Шабыт аласың ғой, өлең айтып жатқан домбыра ұстағаннан бастап бастап өзі арқаланып кетеміз ғой. Ендеше әншілерден не дейді? Хәл сұрама, ән сұра дейді ғой. Сондықтан да сіздерден де тағы бір ән сұрайық. Бүгінгідей күн қайда деп атой салды. Біз енді жарнамасыз күн қайда дейміз ғой біз үшін. Сондықтан да қазір шағын ғана жарнама, одан кейін таныссыз танылғандармен танысуды жалғастырамыз. Қолыңды керемет айландырып бұлғап тұрсың, Не шықса да шығып кете шыға жарайсыздар. Қалбой бажа дейтін бажасы бар. Дина, ертең балалардың бәрі көшеге шығып кетпесін. Ішіге кіріп кетсе екен, рахаттан үйде жатады, не сақсан. Бірінші классқа барып жүрме қазір? Шымкент қаласында Бағдаршам істен шықса көмекке 13 жастағы бала келеді. Дастан Өміртаевты қала тұрғындары бүгінде Бағдар бала деп атап кеткен. Студиямызға Дастан Өміртаев пен оның анасы Нигараны зор құрметпен шақырайық.
қош келіпсің. Сәлеметсіз бе? Төрлетіңіздер. Шын мәнінде қандай оқиға болған қазір қымбатты көрермендер есімізге түсірейік. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Дастан, қаншама көліктерді үлкен алып камаздарды бағындырып жатырсың ғой, бәрі қалай бар десең солай, қалай ол? Мен жүзуге барам, бір аптада 3 рет. Сол жүзуден қайтып жатқанда светофор істемеді. Бұл қай көшенің қиылысы есіңде ме? Сайрамның несі. Сол пробка екен. Соған адамдар көмектесті. Ал сен олай жасауды қайда үйрендің? Ойыңа қалай келді? Көмектесу керек екен адамдарға? Пробка екен, соған Жоқ, сен үйрендің ба? Үйренкерден көргененім ғой. Не шықса да шығып кете шығар, жарайсыздар. Ризамыз. Дастан, енді шын айтқан кезде мынау қолыңды керемет айландырып бұлғап тұрсың, ә? Болашақта мамандар бәрі босында болып шығар. Арасында қырық қояды. Өскесін кім боласың? Өскенде мен бизнесмен болам, Құдай қаласа. Бағыттап жүрем дейсіз сол бәрі. Дегеніңе шек. Ішкі істер басқармасы бір рахмет ынталандыру ретінде бірдеңе берген шығар? Иә, берді. Нигара ханым, осы бір оқиға туралы айтып берсеңіз, осы видео таралып кеткеннен кейін не болды? Өмірлеріңізде қандай өзгеріс болып жатыр? Мен бірінші күн бұны білген жоқпын. Сол күні кеш келді бұл бала. Нақты кешіктің балам деген едім. Біраз автобус күтіп қалдым, мама деді. Айтқан жоқ бірақ? Айтқан жоқ. Таяқ жейді ғой әйтпесе. Папасына айтқан. Бір сұрақ болып тұр да, сен көшенің қақ ортасында тұрып қорыққан жоқсың ба? Біреу сен қағып кете Қорыққан жоқпын. Ештеңені көрмедім, сол істеймін. Қай сыныпта оқисың? 7-ші сыныпта. Ойды қарасай шаным. Жауапкершілік болып тұр. Жауапкершілік, анан көріп тұр, аның бәрі қиналып, бір-біріне сигнал беріп атқан. Мен жақсы ана жерге келе салып, ортаға тұру деген ол оңай зат емес ол. Дина ханым, негізі осы видеоны көргеннен кейін, қазір инстаграмда қарап отырсақ, бірыңғай негативтер, біздің елімізде де осындай мейірімді адамдар бар екен. Бұл мейірім деп те айтсақ болады, себебі бейтаныс адамдарға келді да көмектесіп жатыр. Бізде ол жағынан кішкене проблема бар, шыны керек. Шетелде ол жағынан өте қатты қарайды. Ол жақта негізі мынандай паблик транспорт дейді ғой, жаңағыдай өте дамығаннан кейін бір-бірін құрметтеу, яғни бір көлік өтеді, одан кейін екіншісі. Ол тәртіп, ол жазылмаған бір ереже сияқты, шын мәнінде, Дастан, бұл видео қалай таралып кетті? Кім сені түсіріп алған сонда? Өзім білмеймін. Әлі күнге дейін білмейсің ғой, кімнің осындай әрекетке барғанын? Дастан, сол түсірілімнен кейін, сол оқиғадан кейін өміріңде өзгерісті өзің байқадың ба? Күшті батырсың, сондай деді. Қай мектепте оқисың? Қазір ұстаздарыңа сәлем айтайық. 114-ші мектепте оқимын. 114-ші мектептің қай класы? 7-ші. Мектепке атын беру керек қой, Дастан. А ма? Жоқ, В. В класында, 7-ші В класының ұстазы. Ұстаздың аты кім? Ұстазданың аты Шахла. Бала тәрбиесі бірінші отбасыдан басталады деп ойлаймын. Әкесі де қатал, өзім де қатал қараймын. Осы баланың тәрбиесі оқуы керек маған. Сіз үйде отырыңыз, мен өзім бағамын деп, тек осы бала үшін отырмын үйде. Жұмыс істемеймін. Нигара ханым, біздің редакторларымызға берген сұхбатыңызда осы оқиғадан кейін Шымкент қаласының полиция департаментінің мамандары сіздерге хабарласыпты ғой. Не болды бұл оқиғаның жалғасы? Жалғасы бізді шақырды. Мақтау үшін ба, ұрсу үшін ба? Жоқ, мақтау үшін.
рахметін айтып, баланы марапаттады, алғыс хатымен жол жүру ережесі кітабын берді, сосын велосипед берді. Вау! Балалардың бәрі көшеге шығып кетпесін. Студиямызға еліміздің ең жас блогерлерінің бірі Жандәулет Досымов пен оның әкесін студиямызға шақырамыз. Жандәулет деген жігіт бүгін біздің студиямызға келіп отыр екен. Мінеке Нұрлан ағасымен дереу бар командасып жатыр. Жасың қаншада? 6-да. Бізге қай жерден келдің? Маңғыстау облысы Боранқұл. Бейнеу ауданы. Иә. Ендеше сені танымал еткен видеоңды бірге көрейік. Түйенің басында жүрмін. Қараңыздар. Қандай биік десеш. Жер ана. Қараңыздар. Құлайсың. Өзімін істің барға. Құласың жаман құлайсың. Ескертіп қояды. Әй, өлетін болдым ау. Ұстап, негізінде ауыл деген мәді шеш. Тоғытын яқтан. Қой елсе, қамайыпта қоясың. Сүтін, одан да сиырдың сүтін ішесің, түйенің сүтін ішесің. Қойдың. Ал қалады, карап сүт ішесің. Коробка дейді, коробка. Ауылды бауырсақ жейсің. Ал қалада бауырсақ жемейсің. Тек қана жейтін ән болды. Жейтін әнді жемейт шығарсың, қайда білесің. Жандәулет, жаным айта қойшы, қала туралы кім саған айтып берді? Өзім ойладым. Мына видеоны өзің түсірдің бе? Иә. Телефон қайдан алдың? Өзімдікі. Папаң әперді ма оны да? Иә. Сөйтіп, қалай жалпы там төбесіне шығып алғансың? Баспалдақпен шықтым. Баспалдақпен шықтың. Неге дәл сол жаққа шығып отырсың? Қорықпадың ба, құлап қалам деп? Жоқ. Осы сөзіңді алдын ала ойладың ба? Өйстіп айтайын деп, әлде камераны қостыңды айтып кеттің ба? Камераны қосымды айтып кеттім. Күшті. Бұл енді Стивен Спилбергтердің біреуі ғой. Міне қазақ фильмде мүмкін Құдай қаласа осындай бір керемет режиссер көрдің бе, ағамыз? Құдай қаласа. Қандай саған тілек айтып жатыр? Жаңағы сахнада жүрген кімдер ағалар бар ғой, Нұрлан Қойынбаев, Нұртас Адамбаев, сол сияқты Асқар Ұзабаев деген жігіттер. Солардан асып кетіп. Жайдарманшы ғой, КВН ойнаған. Мен танып отырмын, иә. Жайдарман ойнаған. Сондықтан енді алма құтыспен дейді ғой, сондықтан енді әкесі үйде қалай болады, әкесінің достары мысалы сахнадан, телевизордан көретін болар, соны қайталаған болар енді. Осы бір сөздерден кейін шағын жарнама болсын біздің бағдарламамызда. Ауылда қойды қораға қамап, түйе мен жылқының сүтін ішіп жүрген Жандәулет қалаға мүлдем келгісі келмейді. Жандәулеттің айтуынша қалалықтар коробка сүт ішеді. Жалғастырайық. Саламатсыздар ма? Жалпы Жандәулет өзі түсіреді, өзі жеке қалған кезде сондай нелер түсіреді жалпы. Бізде мән бермейміз, сотқа береміз. Жалпы балаға сотқа бермеймін көп. Тек демалыс күнде, 6-шы күн демалыс күн берем болды. Қалған уақытта тек сабақ болды. Бірінші классқа барып жүрме қазір? Бірінші класста, иә. Сол кірген видеолар толтырып қояды, өшіртпеймін, бізде мән бермейміз. Сол вақтыда жұмысты жатырып, кеншейім жібереді. Оның алдында қалаға көшеміз деген әңгіме болады. Қалаға көшу керек деп. Көшу демекші Жандәулет Алматыға көшкің келе ме? Жоқ. Неге? Сол? Ауылдың баласы жаңа айтып жатыр ғой. Коробкадағы сүт дедің. Сонда айтшы маған, коробкадағы сүттің дәмі саған ұнамай ма? Ұнамайды. Сен қандай сүт ішесің? Түйенің сүтін. Ана коробкадағы сүттің дәмі қандай екен? Дәм татып көрген шығарсың. Ондай білмейді. Ұнамайды ғой саған, е? Ұнамайды. Түсінікті. Бейбіт аға, осы видео қалай таралып кетті? Өзіңіз WhatsApp желісіне біреуге жібердіңіз бе? Әлде аккаунты бар ма? Статусқа шығарып қойдым ғой. Мен ауылдан көшпеймін, балам осындай әңгіме айтып отыр деп. Статусқа. Сосын жайлап дос балам сұрады, несе бастан дос балам қызық көреді жалпы, әңгіме тартады.
кез келген әңгіме тартады. Сосын жаңа көршісі бар, бажам дейді, қалдой бажа дейтін бажасы бар. Соны бажа деп жаңа десейді. Осын бір адамға жіберем, күйлесуін, мынау сен балаң ғой, мынау сен балаң ғой, мынау сен балаң ғой, нағып жүр дейді де. Молодец, жарды, кәдімгі хит болып жатыр деп. Жандәулет, тағы да түсірген видеоларың бар ма? Бар. Бар ғой, е? Ендеше көрермендерімізге уәде бергендей, сол Жандәулеттің кезекті вайнын көрейік, е? Достар, ауыл деген рахат, мынандай ағаш аяңы шегесі. Шеге кіріп кетсе екен, рахаттан үйде жататын едік. Рахат ауыл. Құртмай, қаймақ жейміз. Рахат ауыл. Күшті. Ауыл деген керемет қой. Керемет. Қайта ағаштың үстіне шығып жүрді. Бүйтіп күтесің. Потом күшті ғой. Мен саған сәттілік тілеймін алдағы уақытта. Сен осыдан кейін мүмкін сериалға түсіп кетерсің, мүмкін сен бағың ашылып, жолың ашылып кететін болар. Сондықтан осындай видео түсіруіңді тоқтатпа. Роман аға, осы видеоны көргеннен кейін ауылға қайтайыншы қойшы деген ой келген жоқ па? Жоқ, енді біз таза ауылдың баласымыз. Бірақ енді осы жаққа кетіп қалдық қой. Негізінде юмор көрініп тұр ғой. Адам әңгімесінен ақ, иә. Жер ана деп қояды жаңадан үстінде. Жерді түсірді, енді юмор көрініп тұр да сол жерден ақ ше, мұна әңгімесінден де болатын бала екен. Жандәулет, негізі видеоны көрген кезде былай басыңды төмен түсіріп отырсың, неге? Ұялып жатырсың ба? Ұялма жаным. Мектеп туралы айттың. Сонда сол күн сабаққа бармады, осы видео түсірдің бе? Шынын айтшы. Бардың ба? Бардым. Бардың. Қалмайсың ғой сабақтан, е? Қалмайым. Қай мектепте оқисың? Қарақұм орта мектебінде оқимын. Сенің сыныптастарың, достарың сенің видеоңды көрген бе? Көрді. Иә? Күледі ме? Қатырып айтыпсың ғой дейді ме? Иә, мазақтайды. Мазақтайды ма? Не деп мазақтайды сонда? Иә, қызық көреді. Тағы түсір. Мен де шығаршы осы видеоға деген бір сұрау салып жатқан жоқ па? Жоқ. Жоқ? Әлеуметтік желіде бар ма? Иә, каждый нелерде бар. Ал Инстаграм аштыңыз ба? Инстаграм аштым. Көп сондай ұсыныс келді, ашиш, балам кішкене арғай. Иә, негізді. Кішкене несінде бар дейді да уже мойында. Сен ауыл туралы айтсаң, ауыл туралы жырлайтын ағаң бар. Білесің бе ол ағаңды? Ауыл туралы ән айтатын. Нұрлан Абдуллин. Нұрлан Абдуллин, иә. Бүгін арнайы сен үшін, көрдің бе? Осы бір студияға келіп отыр. Танысыз танылғандар 5 деген бағдарламамыздың кейіпкерлері үшін. Сондықтан да аға, өзіңіз осында болғаннан кейін, ауыл туралы әңгіме болғаннан кейін, сіздің хит болған сол бір ауыл туралы әніңізді естісек деген тілегіміз бар. Аға, осы тұста бір нәрсені сұрағым келіп тұр. Өзіңіз негізі Алматы қаласыныз. Алматыда туған, бірақ ауылда өстік қой бізді. Осы әнді айтқан кезде көз алдыңызға бірден нені елестетесіз? Қай ауыл туралы негізі айтып жатырсыз? Негізі бұл әннің жалпы тарихы бәрі осы қала бәленше түгенше деп жаңағы нетіп атқан клиптер түсіріп атқан кезде мен мынау біздің Жандәулет сияқты өскен жеріміз, мынау алдын бесігіміз ауылды неге біз насихаттамаймыз деп мен сол ауылға тартып кеттім ғой бірінші. Керемет. Бұл ән шын мәнінде әрбіріміздің уысымызда. Ендеше аға, ән айтпасы бұрын біз кейіпкерлерімізге сыйлық жасасақ, сіз маған көмек берсеңіз, қымбатты редакторлар, студиямызға бүгінгі кейіпкерлерімізге арнап жасаған Астарлатқат редакциясының, КТК телеарнасының сыйлықтарын алып жатсаңыздар. Бірге жүрсек. Оны кімге береміз? Жандәулет, Нұрлан ағаң, саған сыйлық беріп жатыр. Қошеметтеріңіз. Дастан, бұл сый саған. Рахмет.
Рахмет саған, Ойжан. Құдай, құдай, ұйықтап қалдым ба? Ноланаға қомашты сізді. Сонымен танысыз танығандардың кезекті сериясын Нұрлан Абдуллиннің әнімен тәмамдаймыз. Егер біздің сериал жалғасын десеңіздер, әлеуметтік желіде хит болған кейіпкерлердің видеосын біздің ресми аккаунттарымызға жіберіңіздер. Ертеңге дейін жүздескенше.